Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Рингу, саған не болды? Соншама нені уайымдап тұрсың? Сахип, біз жолбарысты аулауға барамыз. Адам жейтін жолбарыс біздің ауылда кезіп жүр. Сен де аң аулауға барасың ба? Иә, бірақ маған жолбарыс немесе зұлым рухтар шабуыл жасаса, менімен не болады? Сені құтқара алатын бір адам бар. Ол барлық күш пен биліктің иесі. Оның қолынан бәрі келеді. Ол барлық зұлым рухтардан да күшті. Ол Иса. Киелі кітапта оның бізді зұлым рухтардың күшінен құтқару үшін келгені туралы айтылған. Иса шынымен де олардан күштірек пе? Иә, әлде қайда күшті. Мен де сен сияқты, оған сенгім келеді. Рингу өзінің Исаға мұқтаж екенін анық түсінді. Ол дұға етіп, Исаны жүрегіне шақырды. Ол көзге көрінбейтін Құдайға сыйынды, және Исаның оны естігеніне сенімді болды. Рингу, жолбарысты аулаған кезде де Исадан әрқашан көмек сұрасаң болады. Бірнеше сағаттан кейін аңды аулайтын уақыт келді. Ер адамдар мылтықтарын алды, ал Рингу қол шамды алды. Олар тоғанның жанындағы ескі ағашқа үнсіз көтеріліп, шыдамдылықпен жолбарысты күтті. Рингу үнсіз дұға етті. Тәңір Иса, мен сенен өтінемін. Жолбарыс сенді адамдарды өлтірмеу үшін бізге оны өлтіруге көмектесші. Қараңдар, бірдеңе қозғалып жатыр. Рингу әкесінің қолын мықтап ұстап алды. Оған тыныс алу қиын болды. Жолбарыс өлген бұқаның қасына барып, оны ашкөздікпен жей бастады. Кенеттен аң жоғарыға қарады. Содан кейін бәрі өте жылдам болды. Сұмдық, мен оған тигізген жоқпын. Абайға, ол осы жерге келе жатыр. Қазір ол бізге қарай секіреді. Рингу, оның көздеріне қол шамын жарқырат. Тезірек, ол ештеңе көрмей қалсын. Көмектесіңдер, қол шамы өте әлсіз. Тәңір Иса, мен не істеуім керек? Рингу бар күшімен қол шамды жерге лақтырып жіберді. Жолбарыс жарыққа қарай секірді. Сол кезде оқ естілді. Жолбарыс қайтадан секірді. Содан кейін жерге құлап, биік шөптің арасында дірілдеп жатты. Ол жараланды. Рингудың әкесі мылтығын оқтап, оның құлағын басты. Қауіпті аң құлап түсіп, өлді. Барлығы жеңіл тыныс алды. Ал Рингу үнсіз дұға етті. Құдайым, менің саған деген алғысым шексіз. Сен бізге көмектестің. Құдай ешкімді қалдырмайды. Ал балалар, сендердің өмірлеріңде Исамен бірге қандай оқиғалар болды? Маған хат жазып, өздеріңнің дұғаларыңа оның қалай жауап бергенін айта аласыңдар. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.